Сауда орталығы. Не бар екен ішінде? Сыртта бұғы терісі. Шубалардың бағасын бір айтып жібересіз ба? Кашемир сататын дүкен бар екен. В общем, ассортимент өте көп. Қазақстанға оптовый баға бола ма или? Оптовый баға болады, иә. Баға ең қымбаты мен ең арзан айтып жіберсеңіз. Кардиган деп айтады ғой. Қай номер арқылы хабарласуға сіздерге? Баян-Өлгейдің базарына бір шағын шолу жасап шығайық. Мынау бүркіттің аяқтары, иә? Моңғолдың шайлары. Мынау құйрық май ма? Бұл неге арналған? Етіктің отаны мынаның ішінде сияқты. Бағаларын айтып жіберсеңіз етіктердің. Етіктің құрамы. Сырт немене қаптаған. Мына терілері неге жатыр мына жерде? Мынау не үшін ағаштар? Апа ағаштар отыр. Малдың жалайтын тұзы ма? Қазақтар боқтамайды дейсіз ба? Орындық жасап жатсыз, ә? Қай жерлерде жалпы базардың тамағы тәтті болады ғой. Осылай беріледі. Бешбармақ қанша? Мынау Баян-Өлгейдің мал базары. 350 мың. Біздің мұғылдықтар осылай алса болады. Мынау аттың өзі. Ат жасырдықтар. Мал базарының қасында көмір сатады екен. Тоннасы қанша көмірдің? Мен жерден өлшеп сатады екен. Қақта ойын жүріп жатыр. Мынау қандай ойын сіздердің? Мынандай сауда орталығы. Не бар екен ішінде? Шубалар бар дейді ғой. Ал. Каспий бар екен ішінде. Мессан. Унтылар. Мына 1.250.000. Ну да, 42 размер, да? 42 размер. 1.250.000. Ішіндегі ненің жүні мынау? Сыртта бұғы терісі. Іші малдың терісі. Мынау әйел адамдардікі ғой. 150-ден бар ғой, 200 мың теңге арасында. Мынау әйел адамдардікі, иә? Теңгемен. Ашық анада емес бар деп әйел адамдікі. Бұлдың ең арзаны мен ең қымбатының бағасын айтып жібересіз ба? Ең арзаны қандай? Ең арзанның өзі 120-130 мың. Қайсылар ол? Нақсаған құмырдар бар. Бұлар 120, иә? Ең арзаны. Ең арзан. Мынадар 1.700.000 дегенде 160 мың. 160 мың теңге. Әйел адамдікі. Мынау еркектік. Әйел адамдікі? Әйел адамдікі ең қымбаты 160 мың. Қайсысы ол? Мынандай бар. Мынандай бар. Өңі ашық болған сайын қымбат. Ағарған сайын қымбаттай береді екен. Андай жоқ па? Тек бұлардан, кожадан. Кожадан жоқ, базарда. Шубалардың бағасын бір айтып жібересіз ба? 2 миллион, 3 миллион арасында шубадар. Тугрик. 2 миллион, 3 миллион тугрик арасында дейді. Бағаларын. Бұлай теңгемен есептеп жазып жіберем. Каспиймен де төлей қойға бар екен. Мындай бас киімдер бар екен. Бұл бас киімдер қанша? 250 мың төгілді. 250 мың. Так, шубыға қарама қарсы мынандай кашемир сататын дүкен бар екен. Бағалары. Кашемир жұп-жұқа. Баян-Өлгейде де кашемир бар екен. Мынандай үйге киетін аяқ киімдер. 100% кашемир. Размер М. 348 мың төгілді. Осындай жакеттерді негізі мақтайды бізде. Осындайлар бар ма екен, бағасын білші деп сұраған адамдар. 348 мың төгірек. 1.133 мың. Таза кашмирлер қымбат. Жалпы. Мадейн Монголия дейді. 88 мың. Мойынға киетін шарфтар ғой. Бала киім түзу. Қолғаптар. Тоқтатып отыр. Сайз. Бұл жерде прайс жазылмаған екен. Қолғаптардың. Құлақтар бар. Так, нәскилер. Бұл түйе жүні ме? Иә. Езін және иә. Қандай бағалары? Бұл 7 мың түгірік. Бұл түйе жүні. Бас киімнің түрлері бар. Бұл жерде магниттер бар. Магниттер қандай? Бағалары? Магнит бағалары 12 мың төгірік. Барлығы, иә? Иә, магнит. Кашмир шалбарларға дейін бар екен. Юбка. 7 мың төгіректен.
Мына нәрселер жақсы міне. Мына нәрселер киюге денені жылы ұстап тұруға керем екен. 75 мың төгрек. Мынандай түрлері бар. Жан қалтасымен. Осындайдың біреуін алу керек екен. Аның ішінің жүні қандай? Не жүн? Мына жакеттер? Түйенің жүні? В общем, ассортимент өте көп. Балдарға да арналған бар екен. Түйенің жүні. Бұл да түйенің жүні, я? Бағасы? Бағасы 48 48 мың төгрек. мың төгрек. Байзардың ішінде? 15 мың, 20 мың теңге. Бағалар айқай ғой енді бізде. Өремендер бар екен. Неңіз болса, визитіңіз болса көрсетіп жіберіңіз. Бана Фейсбукте отыр. Инстаграм бар ма? Инстаграм бар, иә. Қазақстанға жібере аласыз ба, егер етіп жатса? Иә. Сұратып жатса? Бізде Қазақстанда клиенттеріміз көп қой. Қазақстанға оптовый баға бола ма или Оптовый баға болады, иә. бағасы өзгереді, иә? Түсіп мына тұрған бағадан түседі, иә. Оптовый баға бөлек қой. Оптовый нешеуден алу керек? Кем дегенде? Үнемі алып тұратын клиент болса, саны кем жоқ, ала береді. Бір штук болса. Так. Мына аккаунттан тұрыңыз. Осы аккаунтқа жазсаңыздар, тікелей. Бүткіл продукциясы тұр ішінде. Оптымда береміз дейді. Так, қыздарымызға Қазақстаннан дәм. Қазақстан шоколад. Сыртта да базар бар екен, мынандай. Бұл жерінде бағаларын біліп кетейік. Кішкентай балдарға арналған. Мынау далаға киетін аяқ киімдер ғой, сыртта. Қандай бағалары? 25-ке. 25 мың төгрек. 25 мың төгрек. Мәссаған. Мынау не? Андағыда әдемі. Ненің жүні мынау? Елге. Ненің жүні? Мынау енді мынандай өзі бір сондай бір аңның жүні. Сосын іші әдемі кигіз. Әдеміске пима ақсаған. Мынау орталық алаң. МЖС Тауэр дейтін. Соның дәл алдында мынандай кашемир сататын дүкен бар екен. Бағаларын көріп кетейік. Ең қымбаты мен ең арзан айтып жіберсеңіз. Ең қымбаты 140 мыңды. қайсылар бар? Нүрікке ақсаған. Жоғарыдағылар, иә? Аха. Ең арзандары? Ең арзаны 80 мың. Ол қайсысы? Олар да кашмир ма? Кашмир, я. Қалайындар. Осылар 80 мың, иә? Ең арзандар. 95-90. Бағаларын теңгемен жазып кетем. Пока осылай бөліп алайық. 135 мың. Бұлар да кашмир ма? Я, бірақ кашмирна жақ. Тағы, мына нәскилерді айтып жіберсеңіз. Нәскилер 35 мың ең кішкенесі. 45, сосын ең үлкенкістердікі 65. Қолғаптар? Қолғаптарымыз. Кішкентай балдардікі. Қойылдікі деген болады. Қойдікі? Қойыл деген компания. Иә. Күн туағында 42 мыңнан жоғары болады. 65 мың. Сосын егіндікі бар, ол 69 мың. Мына брендке байланысты, иә? Брендтеріне байланысты. Иә. Қалған 25 мың. Мына кішкентайлар 25 мың, иә? 65 мың. Жүн. Бұлар жүн. Кашмир емес, я 100% жүн деп айтады. Бұлар қаншадан? Бағанқы 6 мың. Мынау 70-те 30 деген. 70% жүн, 30% жіп. Бұл болғанда 6 мың, үлкен кісінікі 7 мың болады, 100%. Андағы жағы бірақ қойдың жүні. Бұлардың бәрі қойдың жүні, да? Мына жердегі бір. Мына жағы тоже, иә? Бірақ қойдың жүні. Кашмир бірақ жағында болады. Мына аяқ киімдерші. Ана. Бұлар киіз сияқты, иә? Я кигізді үштер, мынау 12 мың, 25, 28 мың, 35 мың, 45, Мынау джеге киетіндер. 55, 58 мың. Джеге киетіндер 28 мың, иә? 28. Мына жағы кашмир ма? Мына жағы кашмир, иә? Мына жағы кашмир. Мына болғанда не? Юбкілер. Бұлар қанша? Бұлар әртүрлі енді немесіне қарай байланысты. Размеріне қарай байланысты. Мысалы үшін 200 мың. Кейбір модасына байланысты.
Бұл тек үсті, иә? Бір киім 200 мың, иә? Иә. Жеп жеңіл екен күшті. 100% көмір. Бұл ер адамдікі ғой, Иә, ер кісінікі де бар, әйел кісінікі де бар. Мыналар қанша мынау? Мынау- Капюшонымен. Мынау ер кісінікі, бұл 220 мың. Мынау әйел адамдардікі. Мынау әйел адамдардың жүйесі. Бұлай қалет кардиган деп айтады ғой. Иә. Бұлар 240-тан жоғары. Бұлар таза кашмир, иә? Кашмир емес. А, Не? Көмір, таза көмір. көр дейтін жеді ол. Көмір деген тағы бар, сарлық несі жүні де бар. Сиырдың жүні? Иә. Иә. Мына жағында кашмир. Бұлар қанша? Мына қалеттер бұл кардигандар 962. 962 мың. Иә, сайғат. Ух ты. Кашмир қымбат екен, иә? Иә, қымбат. 340 мың дейді. 560 мың. Қанша? 530 мың? 560 мың. 560 мың. 560 мың төгір. Мыналар әртүрлі 460, 360. Шыққан қалыңға байланысты. 460-360 мың. Түсінікті. Сіздер тапсырыс берсе Қазақстанға жібересіздер ме жоқ па? Тек келіп алу керек па? Жібереді ғой? Тапсырыс беріс деген кезде сіздер өздеріңіз иә? Мынандай такси деп жібермесе қиындау. Қайтын кісі болу керек, соған салып жібереміз. Автобусқа салып жүре аласыздар, иә? Автобусқа, неге таксиге? Кішкене сенімсіз ана тілде құрап алып болады ғой. Үстін жағдайда кие бермей қояды кісілер. Шын ба, өтірік ба, таксисттер кейбір алып алады. Иә. Сондай жағы кішкене сенімсіз әйтпесе жіберуге болады. Өзіңізде енді сенімді такси болып осы кісіге салып жіберіңіз десеңіз болады. Әйтпесе біз басқа кісілерге сала алмаймыз. Қай номер арқылы хабарласуға болады сіздерге? Мысалға Қазақстанмен хабарласқысы келсе. Осыны WhatsApp-қа берсеңіз, осы номерде бармыз. Осы номер арқылы WhatsApp-қа хабарласуға болады. Иә, сұрасаңыз болады. Баян-Өлгейдің базарына бір шағын шолу жасап шығайық. Не бар екен? Мына жерде түлкі тымақтар. Не бар екен мына жерде? Мынау тізеге тағатындар ғой, Иә, тізеге тағатын тізе қаптарыңыз. иә? Қанша бұлар? Мына 15 мың бұлай бар, мына 18 мың үлкен ұзын еркектердік. Мінекей 15 мың, мынандай бар 15 мың, анау бар 10 мың. Мынау әйел адамдардікі дейсіз да, 15 Мына мың. әйел адамдар 15 мың төгір. Мәссаған. Мынау бүркіттің аяқтары, иә? Үкінің? Үкінің аяқ. Бұл не үшін? 25 мың төгір. 25 мың төгірек. Не үшін бұл? Бұл енді саламатсыз. Үйге іліп қояды ма? Енді үйгілерді қайтып мынаны былай машинаға алайық қайтып міне жерін бүйтіп күмістетіп алып білуге болады. Мынаны бүйтіп орап күмістетіп. Орап білуге болады. Енді оны өздеріңіз тарихыңызды естісе ғой білесіздер. Бұл қанша? Бұрқа 20, андағы керей тымақ деп айтады бұны. 250 мың төгір. Ух ты. Мынау түлкі ғой, иә? Түлкі. Керей ана. Қасқырдан тымақ тікпейді ғой, Тігем. тіге ма? Иә, өзім тігем бәрін. Сумкаларыңыздың басы 85, аяғы 25 мың төгір деп тұрады. Бұның бәрі өзіңіз тіккендеріңіз ба? Арғына түспеш андағы. Найман. Бұл жерде біздің базарлардың оптовый жағында тұрған сияқты. О, сүт пе? Аға, сүт пе? Сиырдың сүті? Қанша бұлар литрі? 4 мың? 1 литр 4 мың, е? Мынандай қалың шаруалар бар екен. Қап-қалың. Гамаждар. Бұл түйін жүні ме? Түйін. Қанша бұлар? Анда 20 мың. Мынадар бар 15 мың. Мынау да түйін. Бұл да түйін жүні 15 мың. Бұл ер адамдікі ғой, е? Анда ер адамдікі. Мынадар әйелдер. Мына шаруалар қалың? Мынадар 18 мың. 18 мың. Бұлар Қытай ғой, е? Мынадар Қытай. Мынау да Қытай ма? Жоқ, мынадар Моңғол. Бұлар Моңғол. Түйе ғой. Керемет. Мына жерде ескі аяқ киімдер, е? Киілген аяқ киімдер сатады екен. Моңғолдың шайлары. Мына шайды сүт қосып, тұз қосып, ішетін шайлар осы сындырып. 18. Осы тұрғаны 18 мың ба? Иә. Бұл ұзаққа жетеді ғой, е? Жетеді. Ең жақсы шай. Ең жақсы ма? Ең жақсы шай. Түрі бар екен. Мен баяғыда Калмыкиядан алғам, Калмыкияда дәл осындай. Иә, Бөліп қайнатасың, е. Шайдың мынандай түрі. Мынау облепиха көп екен. Бұлар қанша? Облепиха? қайсы? 5 мың. Осы тұрғаны 5 мың. Туалетный бумагалар қызық. Енді кішкентай болып оралған. Бірақ қап қалың жақсы. Облепиха толып тұр.
Мына жерде сол. Мәссаған. Мына құйрық май ма? Жылқының қазының етегінің майы. Жылқының. Бұлар қанша килограмм? Килограмм 5000 болады. ненің майы? Жылқының. Жылқының қазының етек майдары. Әдемі. Қуырдаққа салғанға. Чемодандар қандай? Қайсысы? Бағалар жалпы. Мама? 110. 110 мың ту керек, е? Балар? Көрме 120. 120 мың ту керек. Ана үлкен рюкзактар қанша? Жоғарда? 45 мың ту керек, е? Иә. Ремендердің бағасын айтып жібересіз бе? Ол күміс па, жай темір ма? Жай темір. Мыналар 50-тікі. Мынау 60 көзі бар. 60 мың ту керек. 60 төгір. Мыналар 45, мынау 35. Бұның бәрі кожа ғой, тері ғой, бұлғар. Қамшын, сауын. 45 төгір ада. Оның ше, 8 үрме ма? 4 үрме? 8 екен. 8 үрме ол. 8. Бұлар? Анда 65. Бұл неге арналған? Мынау негізі белге тағады шапан. Жоқ, неге мынандай деген ғой, белді ұстап тұра ма? Иә, бел ұстап тұр. Қатты тері. Бел ауырғанға тағады. Монголия. Арғы жібермейтін. Керемет. Қанша дейсіз? Мынау 70 үлкен, 75. Мынау 65. Етіктің мынандай түрлері де бар екен. Қап-қат болып тұр. Мына жер киізді. Самогонмен. Мына бағалар қандай? Жоғарыда ма? Етіктің отаны мынаның ішінде сияқты. Ассалаумағалейкум. Бағаларын айтып жіберсеңіз етіктерін. Қандай етік? Жоғарыда ер адамдардың. Ер адамдардың анау болған 160 мың төлек. Бұлар бұлғар ғой. Бұлғары. Мынау бұның терісі, е? Анау аттың терісі. Аттың терісі. Бұл қанша? Ол 350 мың теңге. 350 мың дүгірік. Бек. Мынау ненің терісі? Атырда аттық класс. Екеуі де. Арзанда әйелдерді болады. Иттікі де? Қанша бағалары? Ол 140 мың теңге болады. 140 мың дүгірік. Мына жақтары енді. Мынау ненің терісі? Аттықы. Бұл да аттікі ма? Бек. Өлгейде бағалар осындай. Мыналар керім екен. Бұлар қанша? Атағы қыз балалар деңіз 300 мың теңге. Аттықы да. 300 мың ат терісі. Мынаның бәрі аттың терісі, е? Мына боялған ба? Өзі жылқының түсі осындай ма? Түстер ғой. Барлығы бірдей бағалар, е? Жоқ, одан онда 300, 280, қош ұзын қысқасына ойласты ғой. Мыналар? 260, 70 кетеді. Мынау моңғолдікі ғой. Моңғолдың етігі. Иә. Бұлар қанша? Ата 160 мың төгір. Мынау үзеңгіге атқа мінген. тез отыруға. Үзеңгіге салуға ыңғайлы. Ілмейді. Аяғында. Атаға 160 мың. Енді андағыдан да әйбатырағы бар міне. Мынадан кетті болса, мынау болғанда 230 мың теңге болады. Мынау киіп көрші ме? Мынау жекін шабандоздар киетін еді. Жеңіл шығар? Ал жылулығы минут неше? Жылу, антағы 40 градусқа. Бізде сол жетпейді ғой, иә. Мына сендер мынаның ішіне мысалы менен мынандай қойын терісі салғандар бар міне. Қойын терісі. Мынау іші бірақ қойын терісі міне. Көрдіңдер ме? Мынау. Мынау болғанда сендер ол мұнарадан аяқ шалбар жүреді, мұнарадан тоңбайтын болдыр ғой. Етік астынан тоңдыратын болдыр, астынан. Аяқ табаннан тоңдырады. Мынау болғанда кигіз. Мынау енді мынандай заман шықпағанда ата бабамыз теріден бұлғардан илеп киіп жүрді ғой, иғандырып. Суға езілмейді. Сондай болып отырғандағы. Жеңілдігі соғандағы. Жеп-жеңіл, е? Жеңіл. Табан не мынау каучук па, жоқ? Жоқ, мынау каучук қой. Мынау болған дұлттан. Мынау тері. Тері. Қайыс. Суға нетпейді. Анда жеңіл болып тұрған соға. Мынау міне ішік мынандай каучук. Етіктің құрамы. Сырт неміне қаптаған. Сосын мынау натуральный мех. Мына несі міне. Көрдің бе мынау? Натуральный мех. Мынау үстіге жабыспайды. Екі қабат тері, е? Мынау бір тері, мынау бір тері. Иә. Мынадар енді жеңіл аяққа удобно. Бұлар қандай, қанша бағасы? Мынадар 190 мың болады. Қазір базардың жанымен жүріп келдік. Мынау енді базардың аурасы ғой, түсініп тұрсыздар ғой.
мына жерде малдың терілері жиналып отыр. Қатып қалған жылқының терісі, қойдың терісі. Ассалаумағалейкум. Қазақша түсінесіз ғой, иә? Мына терілер неге жатыр мына жерде? Қойдың терісі өтпей қалған бізде. Алатын жер жоқ қойдың терісі. Тегін ба? Тегін. Керек адам алып кете береді, Керек иә? Өтірік ақпарат болмау үшін сұрап отырық. Кілең, сезонка. Зимний. Шипы дейтін жоқ сияқты онда, иә? Мәсіп саған. Ассалаумағалейкум. Мынау не үшін ағаштар? 14. Жоқ, неге? Отын ағаш па? Самаурынға сондайға ма? Бір қапшыға 14 мың, иә? Қапчық 14. Қазақстаннан, Атыраудан. Батыстан, иә. Таза жұмыс жасайтын қолаптар. Апа ағаштар отыр. Көңіл күй тамаша. Бұл жаққа Қазақстаннан ұн келмейді дейді. Мынау ұн емес қой, не мынау? Жем бе? Кебек жем бе? Қанша бұлар? 33 мың түгірек. Бұл Россияның ұны, иә? Бұл қанша? 50 кило ғой, иә? Бағасы қандай? 80 мың. Монғолияның өзінен шығатын қайсысы? Мынау Монғолиядан шығады. Бұлар 25 кило қанша? 55. Россиянікі арзандау, сіздерді қымбаттау екен, иә? Монғолиянікі. Аленка. Мынау не тас? Тұз ба? Малдың жалайтын тұзы ма? Жылқы жалайды ғой. Тұз. Қап-қызыл кесек тұз. Темекілері де бар екен. Насыбай. Бұл жақта енді барлығын сатып болады ғой. Бұл да жем. Қазақтар боқтамайды дейсіз бе? Бізде де боқтайды. Бұл не? Ана чоқа. А? Чоқа. Чоқалайды. Бор ма? Иә. Бор? Әк? Әк дейтін бе? Үйді әк дейтін, иә? Ондай тас болады екен. Көрін әктері. Мұнан сонда уататта суға езіп? Езіп, ұстап. Үй чоқа. Иә. Біздің известкі ғой, иә? Мына сыртын ақтап қойға осындай таспен ақтаған екен. Мына 17-лік не дөңгелектер қанша, мысалға? Ана дөңгелектің есі. 17 мың новый дөңгелектер 150 мың төгірік болады, төгірікпен, мың құлақшамен. Бәрі зимний ғой? Теңгемен 20 мың теңге деген. Бір штук. Сіздер шипы жоқ, иә? Шегесі бар? Жоқ, ондай жоқ. Жолдың бәрі мұз, шипы жоқ, бірақ отыратын жердің бәріне аяқ астына тер төсеп тастаған. Таза Қытай. Қытайдың покрышкілері. Қалпақтар. Чугун батареялар бар екен. Сым. Моток. Сетка, темір, чугун. Мына базарда бәрі бар екен, өшім. Тұз, арпа, бидай. Еще инструмент. Строительный. Отыратын орындықтардың барлығы аяқ асты жылы болу үшін. Баяғы ечімендер. Ассалаумағалейкум. Орындық жасап жатсыз, ә? Орындық жасап жатсыз ба? Орындық істеп жатырмын ғой. Станокпен базардың жанында желеп. Жасап сатасыз, иә? Сатамын. Қанша бұлар? 15 мың түгірік. Қалған ағаштардан, иә? Қалдық емес қой, материал ғой, материал. Базардың жанындағы асхана. Қай жерде жалпы базардың тамағы тәтті болады ғой. Осы жақтан қазір түскі ас ішеміз, бұйыртса. Халал. Беспармақ асхана істейді. Бұл қара. Қол жуатын умывальник.
Осы жерден бұйыртса түскі асымызды ішеміз. Камера буланып кетті. Өздеріңіз бір ақыл кеңес беріп жіберсеңіз. Қай тамақ әдемі? Бес бармақта деймін. Екеуінен бір-бір алыңыздар. Бір-бірінен алды, иә? Екеуін алып қойыңыз сонда. Осылай беріледі. Атын білмейміз, бірақ енді осы жердегі аспазшының айтуы бойынша ортасында пельмені бар екен. Мұнда келсең семіресің точно. Қанша мына тамақтың бағасы? Мына тамақтың бағасы қандай? 8 мың төгілік. 8 мың төгілік. Мынандай манты сияқтаған бар. Бұлар басқаша айтады. Бірақ енді ішіне ет тыққанның бәрі манты ғой бізге. Бұндай салат, ет, картошка, қамыры. Мынау 8 мың. Беш бармақ қанша? 8 мың. Екеуі де 8 мыңнан да? Екеуінің де бағасы 8 мың екен. Мынау Баян-Өлгейдің мал базары. Хаммер, H3 тұр. Ана ең үлкен аға қанша, ең үлкен ана? Мына шығып кетейін тұр ғой. Ей! 350 мың. 50 мың теңге. 50 мың теңге, да? Ең үлкен қойлар 50 мың ба? Бір сиыр он қой. Бір жылға, Біздер бір аяғын аласың ғой сол жерде. бір семьяға. Бір желаниесі барлар, бір сиырды, бір жабағын солаймен сойып алады, болды. Ой, бүйтіп алатынсың, үлкен кісілер осы. Жеп қойсын. Мынау жабағылар ғой, иә? Иә, сойтыр. Жоқ, жабағылар ғой жасы. Неден кейін, қолынан кейін, тайдан кейін. Иә. Мынау не ол? Біздің мұңғылдың аттар осындай алса болады. Мынау аттың өзі. 6 жасардықтар. Мессан. Мынау қай жас? 10 жас. 10 жас. 10 жас? Мессан. Біздің мұңғылдың аттар осындай алса жыданды болады ғой. Біздің жабағылар сияқты екен. Біздің жаба. Жыданды болады бізге. Бұлар бағалары қандай? Бағалары 2 сай. Ха? 2 сай. 2 миллион. 2 миллион? Біреу. 2 миллион. 300 мың теңге осы. 300 мың. Артынан. Бізде мыналар 400 мың, 500 мыңнан басталады. Бізде Монғолияда және мына тау биік болғандықтан, биік жер тұрғандықтан, біздің мына осы әсіресе өргейтін еттері өте құнарлы дәмді болады. Мен түсіруге болмайды. Қасап қана дейді. Бұл жерде малдың терісі үйіліп отыр. Аналар аспапар осы ұстайтын. Бұл жерде үйітіп отыр, бас үйітіп, сирақ үйітіп, мүйіздер шашылып отыр. Жылқының сирақтары, жылқының терісі жатқан. Бұл жерде шек қарын керек пе? Ассалаумағалейкум, күш көп болсын. Жылқының басын жақтысы жоқ қой. Мыналар ары қаратай пайдалана ма? Иә. Ары қаратай пайдалана ма? Тастайды да? Бұл жерде бір жылқыны сойып жатыр. Иттерін артып жатыр жерге. Бұл жерде мал базардың қасында асханалар тұрады. Мынандай кейбіреулер шек қарындарын алмайды ғой, бағжандықтың, қойлардың. Соны тазалайды да қуырдақ жасайды. Мал базардың жанында кәдімгі ыссы қуырдақ. Сіздерде ма? Иә, біздерде. Бізде тер бұрылден сөйтпей қалды. Бұл тердердің бәрін ештеме тұталмайды бізде. Қазір бұрын үйлеп өңдейді ғой. Қытайлар алып тұратын дейді. Бірақ қалада да бар бізде, бірақ та біздегі өмедер жаңағы істейтін фабрикалар ондай үлкен емес болып отыр ғой. Кішкене. Үлгермейді. Сіріңке бар ғой. Өлгейдің мал базарының қасында көмір сатады екен. Бұл жақта газ жоқ. Жер үйлердің барлығы әлі көмір жағады ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. Біздер Қазақстаннан туристерміз. Мынандай бізде көмір сатпайды ғой. Қандай бағалары көмірдің? Тоннасы қанша көмірдің?
Мынасы 160. А, 160 мың? Мынасы кезек. Вот, тікелей карьерден келіп жатыр, иә? Ой, үлкендер сұхбат беріңдер мына. Сорттармен уағы бар, ірі тастары бар. Ассалаумағалейкум. Мына жерден өлшеп сатады екен. Күш көп болсын. Жоқ, бағаларын біліп көріп кетейік деп. Мына жақтың бәрі көмір. Жақта ойын жүріп жатыр. Қандай ойын сіздердің? Алты қағаз? Ya onda жүре беріңіз енді қолыңыз таза. Аз ба. Камера тартпаңыз. Кілең өзіміздің қазақтар. Тартпа бұрын. Ау? Неге? Права жоқ қақта. Біздің қуырдақ тек қана ет болады, немесе картошкамен араластырады. Bizde onunla aralası bir yolu. Onunla da. Biz baskı. Біздікі ұнамады ма сонда? Біздің қуырдақ ұнамады ма? Сіздердің еттеріңіз кішкене класс болып келеді işte. Бізге күшті болады, сіңбейді. Сіздерге сіңдіре алмайсыздар. Жеп алсаңыздар. Рас сондай. Сіздің тамақтарыңыз өте дәл өсіп кетеді екен бізге. Жегенде. Қайтадан қарның ашады. Қайтадан дәл қарның ашады. Мал базар кішкентай екен да?